Ұлттық құндылықтар ұрпаққа мұра. Халқымыздың бай мәдени мұрасын сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу әрбір жанның қасиетті парызы. Осы орайда Шамшырақ бөбекжай бақшасының қызғалдақ ма тобының тәрбиеленушісі Шомухаммадова София анасы Нурилла Дилшодамен бірге ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында қолөнер туындысын жасап, өз өнерлерімен бөлісті. Олар фетрден домбыра жасап, қазақ халқының ұлттық аспабын жаңаша бейнелеп, ұлттық өнерге деген сүйіспеншіліктерін көрсетті. Анасы мен қызының бірлесе жасаған еңбегі ұлттық тәрбиенің маңызын айқындап, өнер арқылы ұрпақ сабақтастығын жалғастырудың жарқын үлгісіне айналды. Домбыра қазақтың жаны, тарихы, жүрегі. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр Мырза әлі жырлағандай, бұл аспап ата-бабамыздан қалған аманат, ұлттық рухтың символы. Өнер таусылмас қазына, жұтамас байлық демекші Софияның анасы Дилшода қызымен бірге осындай өнерді дәріптеуі ұлттық тәрбиенің алтын қазығы. Ана мен баланың бірлесе жасаған жұмысы отбасылық құндылықтарды нығайтып, ұлттық мұраға деген құрметтің көрінісі болды. Бұл тек қолөнер ғана емес, өнерге, дәстүрге деген сүйіспеншіліктің белгісі. Осындай өнегелі істер жас буынның бойында өнерінің қолы алтын, өлеңшінің сөзі алтын деген ұғымды қалыптастырып, олардың шығармашылық қабілетін шыңдап, ұлттық рухани байлығын арттырады. София мен анасының еңбегі ұлттық дәстүріміздің асыл мұра екенін тағы бір мәрте дәлелдеп, кейінгі ұрпаққа үлгі болары сөзсіз.